Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің аты жөнім Абилдаева Әсел Сатбекқызы. Бүгін біз сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы сызықтық функция және оның графигі. Оқу мақсаты сызықтық функция графигінің координата осьтері мен қиылысу нүктелерін графикті салмай табу. Және y тең kx плюс b сызықтық функциясының графигінен k және b таңбаларын анықтау. Олай болса, балдар, сабағымызды бастайық. Y тең kx плюс l түріндегі формуламен берілетін функцияны сызықтық функция деп атаймыз. Мұндағы x тәуелсіз айнымалы, k мен l нақты сандар. Y тең kx плюс l функциясының анықталу аймағы барлық нақты сандар жиыны болады екен. Егер y тең kx плюс l сызықтық функциясындағы l 0-ге тең болса, онда y тең kx түрінде жазылады. Бұл функция тура пропорционалдық деп аталады. Егер y тең kx плюс l формуласындағы k 0-ге тең болса, онда y l-ға тең болады. Бұл функция тұрақты функция деп аталады. Y тең l тұрақты функциясы сызықтық функцияның дербес жағдайы болады екен. Тақырыбымыз түсінікті болса, балалар, енді осы тақырыпқа байланысты есептердің 1-2 мысалын көрсетейін. Енді балалар, y тең -1,5 x минус 2 деген сызықтық функцияның графигін сызайық. Ол үшін x пен y-дің сәйкес мәндерінің кестесін құрастыруымыз керек. Мынау менің кестем, яғни x-дің бойына мен -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 деген мән бердім. X-ға мән беру арқылы y-дің мәнін табамыз. Графикті сызуға 3 немесе 4 нүкте алсақ жеткілікті. Себебі сызықтық функцияның графигі түзу болады. Аргумент пен оған сәйкес функция мәндерінен кесте құрастырып, нәтижесінде алынатын нүктелерді координаталық жазықтықта бейнелейміз. Яғни менде -3 болған кезде y-ім -6,5 болды, -2 қойған кезімде -5 болды, -1 қойғанда -3,5 болды, 0 қойғанда -2 болды, 1 қойғанда -0,5, 2 қойғанда 1 болды, 3 қойғанда 2,5 болды. Координаталық жазықтықта координаталар кестеде көрсетілген нүктелерді белгілейміз. Белгіленген нүктелерді қоссақ, түзу сызылады. Осы түзу y тең 1,5 x минус 2 функциясының графигі болады. Сіздерге тақырып түсінікті болса, тапсырма орындауға көшейік. Ал кеттік, балалар. Тапсырма 1. Мына өрнектерді өз бағандарына жаз. 1, 3, 2. Бізде 3 мән берілген, яғни 3 есептің жауабы. Осы жауаптарды әрқайсының өз бағанына жазуымыз керек. Бірінші y тең kx плюс 2 функциясының графигі а нүктесі арқылы өтеді. Бұл жерде k-нің мәнін табуымыз керек. Яғни а нүктесіндегі 1 деген сан x-тің мәні, 4 деген сан y-тің мәні. Осы екі санды формулада тұрған x пен y-тің орнына қойып, теңдеуді шешіп, k-нің мәнін табуымыз керек. Ал балалар, сіздерге іске сәт, уақыт кетті. Ал уақыт аяқталды. Мен сіздерді есептерді дұрыс орындады деп сенемін. Қателескен есептеріміз болса, қатемен жұмыс жасайық. Мәні балалар, y тең kx плюс 2 функциясына а нүктесінің координаталарын қойымыз керек. y-тің орнына 4 қойдым, тең k көбейтілген x-тің орнына 1 қойдым, плюс 2 қойдым. k мен 1 көбейтіліп k-ға тең болды. k тең 4-тен 2-ні азайтқан кезде k-нің мәні 2 болды. Осылай есепті шығара екенбіз. Екінші тапсырма. Ауызша есеп шығару y тең kx плюс b формуласында b-ны көрсетіңдер дейді. Яғни b-ның мәнін жазып көрсетеміз.
Балалар, тапсырманы орындап болса, қатемен жұмыс жасайық. Бірінші функцияда b минус 5-ке тең, екінші функцияда b 4-ке тең, үшінші функцияда b минус 2-ке тең, төртінші функцияда 6-ға тең, бесінші функцияда 0,5, яғни минусымен, алтыншы функцияда 8-ге тең. Енді балалар, бүгінгі менің сабағым сіздерге көмегін тигізді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Абилдаева Әсел Сәтбекқызы.